Армысыздар, құрметті Сарыарқа телеарнасының көрермендері. Біз жетістік формуласы жобасы аясындағы кездесулерімізді жалғастырамыз. Студияда Аян Акбар. Жоба рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Абай атындағы Қарағанды облыстық кітапханасы және Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен жүзеге асып жатқанын еске саламын. Бүгінгі бенефис шоуымыздың қонағы Ақтау қаласынан арнайы келген ғажайып химия ғылымының білгірі 2019 жылы Англияда өткен үздік мұғалім халықаралық конкурсына қатысып, әлемнің түкпір-түкпірінен келген 100-ден астам оқытушы арасында әлемнің үздік химия пәнінің мұғалімі деп танылған жас ұстаз, 7 тілді еркін меңгерген полиглот, білім инновация лицейінің ұстазы Жігер Тілеуханов. Жігер Тілеуханов әлемнің үздік химия пәнінің мұғалімі. Ол 1995 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласында дүниеге келген. 2013 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне химия факультетіне оқуға түседі. Кейін сол факультеттің магистратурасына білім алуды жалғастырады. Дәл осы кезде Жігер студенттер алмасу бағдарламасы арқылы Англия, Франция, Германияда оқу мүмкіндігіне ие болады. Сіз үшін ұстаздық деген не? Адамды өмірге, өмір сүріп үйрету, білім игеру техникалық үйрене алу, осы нәрсені үйреткен адам ұстаз деп айтамыз ғой. Англияда оқудан не себепті бас тарттыңыз? Қазақстанда мұнда бізде химия мұғалімдер дефицит. Помогай тем, чем можешь. Бұны да кезінде маған бір адам айтып еді. Қолымнан қазір данный момент не келеді, сонымен көмектесемін де. Өйткені ол ертең химик көп болған кезде мен керегім қатты болмайды. Ақтау қаласынан арнайы келген білім инновация лицейінің ұстазы Жігер Тілеуханов. Қарағанды шаһарына қош келдіңіз, Жігер мырза, түрдетіңіз. Қош көрдік. Құрметті достар, біздің бенефис шоуымыздың келесі шарттары бар, таныстырып қояйын. Біріншісі, студияға келген әр көрермен қонаққа сұрақ қоя алады. Екіншісі, қонақ сұрақты тым жеке немесе қисынсыз деп санаса, жауаптан бас тартуға болады сізге. Және де сәл кейінірек айтатын үшінші шарт, құрметті балалар, сіздерге жағымды тосын сый болады. Олай болса, мархабат, сұрақтарды қоюға рұқсат. Сізді полиглот дейді, және 7 тілді біледі дейді, ол рас па? Және қандай тілдерді білесіз? Соны айтып берсеңіз. Тілді білу дегеннің системасы бар негізі. Біз көбінесе тіл біледі деп бұлаймен общий халыққа айту үшін жаңа реклама үшін айтып кеткен нәрсе ғой. Бірақ тілді максимум рөліне қолдану білу бар. Қарапайым қазақ тілін немесе орыс тілін алатын болсақ, біз оның шегіне жете алмаймыз. Біз туғанымыздан қазақ тілінде сөйлесек те, біз оның шегін меңгере алмаймыз. Оны қандай профессор болсақ та оның шегіне жете алмаймыз. Сол үшін тілді білу деген нәрсе ол кішкене қате түсініктен пайда болады. Тіл білу емес, тілде сөйлей білу бар. Тілді профессиональный уровеньде қолдана білу бар деген сияқты. Мен негізі 4 тілде профессионалды қолдана аламын. Одан кейін келесі 3 тілім примерно intermediate level деймін. Күнделікті қарым-қатынаста біз мысалы қарапайым қазақ тіліндегі сияқты 500-800 сөз қолданатын болсақ, дәл солай тағы 3 тілді күнделікті қарым-қатынаста қолданатын уровеньде білемін. Олар жаңағы 5-ші тілім деп айтамын. Тілдің уровеньін айтатын болсақ, мен өзім негізі таза қазақ тілінде сөйлеймін. Одан кейін орысша, одан кейін ағылшынша, одан кейін түркше болатын шығар. Одан кейін 5-ші ең более-менее білетін бұл испанский. Одан кейін немісшені білем, және де ең төмен, ең нашар білетін, акцентім вообще келмейтін ол французский язык. Бірақ адамдармен түсінісу, жаңа магазинде барғанда сөйлесу, қарым-қатынас мәселесінде қолданылам. Қадірменді Жігер Ерболұлы, химиктер басқа мамандық иелерінен несімен ерекшеленеді? Кәсіби оғаштық немесе сипаттама бар ма? Көбінесе шындықты айтайын, бізде Қазақстанда химияны көбісі таңдамайды. Химиядан бәрі қиын деп қашады. Мен өзім мұғалім ретінде де мен оқушым да сондай. Арасынан бір сыныптан примерно 1-2 оқушы ғана басады. И то олар олимпиадаға қатысқан немесе химияға байланысты бірдеңе болған үшін барып тұрады. Жаңа медицинаға барам деген сияқты. Химияға көбісі қызықпайды, қиын деп айтады. Негізі қиын емес, барлық пәндер сияқты ғой. Оның да механизмдерін жасауға болады. Бір особенно ерекшелігі бар деп бөліп айта алмайтын сияқты. Науканың бір бөлшегі ғой. Физика қалай маңызды болса, биология қандай маңызды болса, дәл солай химияда өзінің бір маңыздылығы бар. Жігер ағам, қазіргі таңда ең қиын таңдау ол мамандық таңдау. Сіз ұстаз жолына неліктен және не мақсатпен келдіңіз? Мамандық таңдау негізі көп айтады. Бізде өмірде екі нәрсені таңдау, жар таңдау қиын, және мамандық таңдау деп айтады.
жар таңдауды енді оны ресерч жасау керек, әлі білмеймін, шынымен сондай ма. Бірақ мамандық таңдау мәселесіне келетін болсақ, мен сол нәрсеге қатты сенбеймін. Енді кейбір адамдар қарсы болуы мүмкін. Жаңа басынан айтып отырмын, Ойтаки, менің логикам бойынша, жаңа талант деген нәрсеге қатты сенбеймін. Бір бала болды, болғаннан бастап мықты болды деп айта алмаймын. Біздің Әбілхан Қастеев те туды да сразу сурет салып кеткен жоқ қой. Ол опыт набирать етті, қате салды, потом шетелге, Ресейге оқуға барды, там шетелдегі суретшілермен ақылдасты, сөйтіп опыт жинады. Яғни ол бір нәрсеге көңіл бөліп, бұл нәрсені мастер деп айтамыз. Енді вообще өмірде екі типті адамдар болады дейді, біреу мастер, екіншісі мечтатель дейді. Жаңа мечтатель деген бір армандап бір цель қойып алады. А бізге вообще арманды кім әкеледі байқаңыздар. Қазір блогерлер крутой болса, біз бәріміз блог түсіру, инстаграмға қызығып бастаймыз. И значит, бізге берген образ, біздің өмірімізге келген орта қандай болады, біз сол нәрсеге қызығып бастаймыз. Біздің жанымыздағы бір жақсы адам, мысалы айтайын, сіздің танитын адамыңыз там жақсы бір бизнесмен болып кетті, бизнесіне бастады, там білмеймін, кофта сатып бастады ма, сізде соған байланысты бірдеңе істегіңіз келіп кетеді деген сияқты. Біз нені көреміз, или бір какой-то фильм көресіз ғой, фильмде герой бір қандай образда болады, сол образ жасағыңызға кетеді де, сол образ ұнаса сізге, сол нәрсені жасағыңызға кетеді. Яғни бізге, значит, былайша айтқан кезде берген ортаға байланысты біз мамандыққа қызығушылық бастаймыз. Мен өзім лично таңдағанда мамандық прям мұғалім боламын деп ешқашан армандаған жоқпын. Ал енді қазір телекөрермендердің сұрақтарын тыңдайық, экранға назар аударыңыздар. Менің аты жөнім Саятқызы Диана. Қадірменді Жігер Ерболұлы, сізге қоятын сұрағым, балалық шағыңызда қандай армандарыңыз болды? Армандап, наоборот, скорее всего, қазір арман көбірек армандайтын сияқтымын. Кішкентай кезінде арман деген слишком фантастический болады ғой, неизбываемый. Бірінші класста әліппені ашқан кезде Ға әрпінде ғарышкер деген қойдым, наверное. И соның историясы бар жаңа. Сол ғарышкерді көресің, о, ғарышкер боламын дейсің ғой. Потом келесі мультикте Спайдерменді көрсең, Спайдермен боламын дейсің ғой. Ну, армандар сондай ғой, басым кішкентай кезінде бір четкий или бір қойылатындай образда болмайды. Слишком арман болып кетеді, енді Спайдермен болып кетпейміз ғой. Сондай болмашы жаңағы перебор армандар болған шығар. Скорее всего, қазір армандайтын сияқтымын. Әркімнің өзінің енді личный ғой арман. Қазір осы жерде бөлісіп айту ыңғайсыз да болады. Біреу мысалы стандартный. Бірінші рет Англияға барған кезде мынандай ощущение болды. Англияға келесің, там образ жизни, еще жаңа homestay деген бар. Homestay деген бір бабушка болады, сол өзінің бір бөлмесін арендаға береді. Арзан еткен. Жаңа общежитиедан арзан, хостелдан арзан болған үшін сөйтіп бір бөлмесін аламыз. Сол бөлмеге кірем, сол жерде өмір сүремін. Универ кезі ғой. И бабушка маған күнде завтрак дайындайды. Күнде таңертең завтрак дайындайды. И сол кезде жаңа қызық қой, бірінші шетелге барасың, жан-жағыңдағы үйлер, басқаша адамдар сөйлеу басқа, бойы ұзын адамдар, ылғи сары адамдар жүреді, жаңа деген сияқты білетін адамдар. И бәріне қызыққан кезде шетелге барып келген адамдар тіптен жақсы біледі. Автобус минут деме, даже почти секунд деп айтса да болады. Мысалы, Google-да ашасыз, мысалы 35-ші маршрут дейік, 35-ші маршрут қарайсың, 23:17-те келеді десе, 23:17-те бұл көз алдынан өтіп барсады ғой. Бізде көбінесе кешіп келеді, или ертеге қояды, сондай әртүрлі момент, ол жерде емес, уақытымен жүреді. И екінші байқаған нәрсем, бай мен кедейді қатты айыра алмайсың. Бізде сразу байқалады, бай адам сразу көрінеді, кедей адам сразу көрінеді. Оларда жаңа олардың аралары жақында бір-біріне, мысалы, кедей адам деген, наверное, скорее всего, аздау или жоқ деп айтса болады. Өйткені бәрінің мүмкіншіліктері бар. Өзінің зарплатасына спокойно ол смартфондар позволять ете алады, жаңағы жақсы машина жүргізе алады, там жақсы үйде тұра алады деген сияқты. Өйткені бәрінің стандартына бір берілген общий стандарттары бар. И көрдім сол нәрсеге қатты қызықтым. Неге бізде Қазақстанда осы нәрсе істемеске? Или тағы бір пример, 2018 жылы чемпионат мира футбол болған кезде, футбол қызатын болсам білесіздер, Япония жеңіліп қалады. Кімнен ұтылып қалды ұмытып қалдым. 1/8-да, 1/4-да ұтылып қалды. И одан кейін өзінің раздевалкасын алып жинап кетеді. Спортсмендер ғой, там зарплатасы жылына $5 миллион алатын спортсмен, мен деген мықты игроктар, бірақ ана жерде барады да өздері артын жинап, спасибо Россия деген осындай қағаз қойып та қойып кетеді. Вау деп бәрі, ва керемет, мыналар тазалықпен айналысып отыр. Былай ойлап қарасаң, кешкен адам таза болу керек қой. Значит, жасалмайтын нәрсе емес. Адам бір Япония, там халық саны бізден почти там 10 есе үлкен. И сондай халық саны бәрін тәрбиелей берген де, ол бай кедейіне қарамастан барлығы осы нәрсені дзен, кайдзен дегенде естіген боларсыздар. Сол бір какой-то система жасата берген, ол система неизбываемый нәрсе емес қой. А демек сол нәрсе бізде болса ше.
тазалықтан да мықтымыз, менталитеттен де мықтымыз. Финляндияны қарайсың, бәрі финская система обучения деген. Образованиеге қатысты бүкіл адамдар бұны өте керемет біледі. Финская система обучения вообще мықты. Ол жерде керемет, мұғалімдер керемет, оқушылар керемет. PISA тесттен самый лучший, короче, олардың подростктар білімдері күшті деген сияқты неше түрлі нәрсе айтады да. А ол нәрсе неге бізде болмасқа? Біз қандай мүмкіншілік бізге, қандай мүмкіншілік жоқ, чтобы олардың сол нәрсені істеуге. Тазалық қарай аламыз ба? Қарай аламыз. Жаңағындай тайм-менеджмент ұйымдастыру системасын жасай аламыз ба? Жасай аламыз. Значит, менің арманым дәл осы нәрседе. Сол мықты деген шетелдегі барлық мемлекеттердің күшті базасы. Кейін айтсын да, казахская система обучения. Адамдар шетелдегі мұғалімдер, профессорлар Қазақстанға келіп білім алуға келсін де. Сіздер сияқты жастар отырады, сіздер ертең профессор, мұғалім болсыр, сіздерден наоборот идеялар. Біз қазір шетелге барамыз ғой білім алу үшін. Наоборот, олар бізге келсін де, бізге қызық болсын. Или тағы бір пример, IELTS деген емтихан тапсырамыз, жылына миллиардтаған ақша тек қана сол IELTS емтиханнан келеді. Тек қана емтихан айтып отырмын, оған дайындалу курстарын, кітаптарын санап жатқан жоқпын. Примерно айтайық, 300 жылда бүкіл әлемге, даже 300 жыл емес, 150 жыл деп айтып, 150 жылда бүкіл әлемге ағылшын тілін самый важный тіл екенін көрсетті. Соған үйретті бәрімізді. А потом чисто с воздуха зарабатывает қой. Сен ағылшын тілін білгің келген доказать еткен кезде сен тест тапсыру керексің. И бүкіл әлем тырысады осыны тапсыруға. Сол IELTS, TOEFL, жаңағы SAT емтиханы бар. Көптеген осындай жаңағы шетелдік емтихан, международный емтихандар бар. Бәрін тапсыру керексің. Просто с воздуха зарабатывает қой. А нам что мешает? Бізге де ештеңе мешать етпейді ғой. Білімді болу үшін не істеу керек? Просто кітап оқисың, кітаптағы идеяны сіңіресің, өмірде қолданып бастайсың. Осы нәрсені каждым істейтін болсақ, самый халықтар, еврейлер болмасын, самый халықтар, қазақтар болсын, қазақстандықтар болсын. Кім үшін істейді? Опять-таки бізге қатысты екен де. Біз сондай мықты болсақ, қайсымыздың қолымыздан, мысалы, кітап оқу деген нәрсе не емес қой. Взял такой талант емес де, сразу гитара ойнап кететін адам емес, ондай емес де. Кітапты любой адам ашады былай, оқиды. Және бір бетте енді 2 минут оқиды, 3 минут оқиды, әркім өзінің уровеніне байланысты. Бірақ любойымыздың қолымыздан келеді. Просто обычно жүгіру. И өмірдегі ең главный адам жасау керек екі нәрсе бар. Екеуі де бесплатно. Всегда возможность бар. Бірінші сол жүгіру. Жүгіру үшін ақша да ештеңе керек емес. Просто шыққанда күнде пробежка істедім. Ол біздің денсаулығымызға, всегда денсаулығымызды максимум ұстап тұруға көмектеседі. И екіншісі просто кітап оқу. Ол да кітапхана бесплатно. Любой кітапхана, мектептің кітапханасы да бесплатно. Жаңағы қалалық кітапханаларда бесплатно деген сияқты. Немесе қазір интернетте электронды кітаптар іздесеңіз көп қой. Материал көп. Значит, бізге қалған жұмыс тек қана соны оқып қорыту. Құрметті Жігер аға, сіз кіші кезінен бастап қойылған мақсаттарыңыз орындала алды ма, және де кімнің қолдауымен жетістіктеріңізге жете алдыңыз? Бір адамның тұлға болып қалыптасу үшін көптеген адамдар влияет. 1000, 10 мың, 100 мың, білмеймін. Неғұрлым көбірек адам влияет етеді біздің өмірімізге. Соғұрлым біз полноценностьқа жақындаймыз деп ойлаймын. Обычный пример қарайтын болсақ, кішкентай кезімде мектепте біз жер үйде тұрамыз. Бірақ енді үлкен жер үй болады, потом мектептің жанында кішкентай двухкомнатный квартира болады. И соны мысалы мен өзімнің мамамның несін пида еткен осы жерден қараймын да. Үлкен жер үйді кішкентай квартираға ауыстырады. Неге? Просто Жігер мектепке жақын болсын, мектепке оңай баралсын деп. Мысалы атам бар, көп кітап оқыған, начитанный кісі болған, и сол кісі ең көп сұхбаттар, наверное, содан влияние жасады деп ойлаймын. То, что ол кісі жаңа оқыған мәселесін всегда обсуждение жасайды. 3-ші класс, 4-ші класс баламен кім сөйлеседі негізі? Өз ата-анама барсам, мен қойшы дейді, балам басымды ұрпашы, сұрақтарын қоймашы деп жібере салуы мүмкін. Ол кісі ерінбей жауап береді. И ол нәрсе де бір тұлғалық дамуға, терең ойлануға бір әсер етті деген сияқты. Немесе менің барған мектебім. Мектепте барлық мұғалімдер супер идеальный деп айта алмаймын. Бірақ менің өміріме влиять еткен, немесе менің ой өрісімді өзгерткен мұғалімдер бар. И ол мұғалімдерге тоже деген сияқты бір адамның қалыптасуына. Сіздің жекелей жетістіктеріңізді естіп біліп жатырмыз, ал оқушыларыңыздың жеткен жетістіктері бар ма? Оқушыларымның жеткен жетістіктері сол стандартный ғой. Аудан, область, республика, жаңа олимпиадалар. Международный уровень. Самый максимум бар келген сол біз Швейцарияға, Женеваға барып келгенбіз. 4 оқушымен. Самый пик, наверное, сол болған жер Швейцарияда атмосферасын көріп, сол жақта олимпиадаға қатысып, сол жерде CERN деген не бар, организация бар, сол организацияны көріп деген сияқты. А так стандартный көптеген мұғалімдер етеке жасап жатқан нәрселер бар ғой. Именно оқушыларымнан бәрі самый топ, бәрі лучше болып кетті деп айта алмаймын, бірақ арасынан шығып жататындар бар. И ол да менің еңбегім деп айта алмаймын. Оған да по-любому влияние. Менде мүмкін бәлкім өздері осознавать ететін кішкентай бір пайдам бар шығар.
бірақ общий чертада оған влиять ететін көптеген адамдар бар, и оның өзінің де еңбегі бар. Өзі мен тек қана басымнан материал беремін, сондай ғой, оның жолын көрсетіп отырам, а қалған жаңағы еңбекті өзі істейді. Оған кітапты мен сабақ есептерін мен шешіп бермеймін, ол өзі шешіп білімін өзі алады деген сияқты. А так, солай. Жалпы лицейде оқып жүрген жігерге не айтар едіңіз? Біз мысалы, қазір бар, оны Инстаграмда ашасың, даже қызығатын нәрселеріңді развитияға жасап байландырып қоюға болады екен. Мысалы, ағылшын тілін меңгергім келмейді, бірақ күніне аз-аздан субтитрмен фильм көре берсем, осы уақытта мен уже ол сөздердің бәрін меңгеріп алған болар едім бәлкім. Яғни менің өзімнің қызығатын нәрселерімді тоже білім алуға жақындататын болсам, жаңа бір нәрсе үйренуге жақындататын болсам, просто фильм көруден де бір нәрсе үйренуге болады. Или там даже PlayStation-да мастер болуға болады ғой. Жаңа FIFA ойнап отырасың, FIFA-да мықты финттер жасап, адамдар тактиканы меңгеріп тастау деген сияқты. А бұрын бір нәрсені істесем, қатты көңіл бөлмейтін оған. Просто FIFA несіме, FIFA ойнау үшін. Сабақ оқысам, сабақ оқу үшін істейтін едім де, маңызын алу үшін емес. Каждый нәрсенің сол маңызын ала берсем деп ойлаймын. Қазір енді более-менее түсініп келе жатырмын сол нәрсені. Бұл нәрсені бұрын түсінсем, бәлкім мен бұл уақытта 7 тіл емес, может 15 тіл білер ме едім, 15 тілді жақсы меңгере алар ма едім. Или там тек қана химия емес, физика, математика барлық сферада мықты бола алар ма едім деген сияқты ғой. Бұл потенциалды до конца қолданғанда еще больше болар ма еді деген сияқты. Халқымыздың ұлы ақыны, қара сөздің хас шебері Абай атамыздың адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деген нақыл сөзбен қаншалықты келісесіз? 100%. Жақсы ұстаз жақсы жол көрсетеді. Ой-өрісімнің қалыптасуына жақсы ұстаз білеседі. Жаман ұстаз бола ма білмеймін оны. Вообще жаман адам негіз болмайды ғой. Моментами жамандықтар істеп қою мүмкін, жаман ойлап қою мүмкін деген сияқты. Так негіз жаман адам жоқ. Бірақ жаңағы сөзге 100% ешқандай қарсылығым или ойым нем жоқ. Бәрімізге қызықты болып тұрған сұрақ, сіз қандай кітаптарды оқығанды ұнатасыз? Яғни 3 сүйікті кітабыңыз туралы айтып берсеңіз, неліктен оларды таңдадыңыз? Негізі кітапты біздің дертімізге байланысты анықтау керек. Қазір мысалы эмоциональный кішкене проблема болып жатыр ма, эмоциональный интеллект деген кітаптар бар, соған байланысты кітаптар оқимыз. Жаңа IQ-ға байланысты проблема болып жатыр ма, IQ-ға байланысты. Именно химия керек пе, химияға байланысты кітаптар. ОБТ-ға дайындалу керек пе, ОБТ-ның кітаптары деген сияқты негізі керек кітаптарды оқу керек уақытысымен. Бірақ одан тыс кез келген адам оқу керек деген мен өзімнің всегда көп жерде айтатын кітаптарым бар. Оның ең біріншісі «Гибкое сознание» деген кітап бар. «Гибкое сознание» кітаптың мақсаты қысқаша айтқанда, ол жерде жаңағын доказывать етеді. Сіз отырған әрқайсыңыз не армандайсыз, сол нәрсеге жете аласыз, и оны қалай жетесіз, соның жолын көрсетеді. Яғни адам өмірде 2 типта болады. Установка на данность и установка на рост. Установка на данность дейін, мен істей алмаймын деп сіз өзіңізге күнде мотивация берсеңіз, сіз істей алмай кетесіз. Жоқ. Мен үйренем, қиналам, 1 жыл қиналам, 2 жыл қиналам, бір определенный уақыт қиналам, бірақ үйрене алам десеңіз, ол уақытта да рас айтасыз. Бұл Генри Фордтың сөзі ғой негізі. Тот, кто говорит, что умеет, и тот, кто говорит, не умеет, они оба правы. Сіз қай ситуацияны таңдайсыз? Бұл гибкое сознание осыны наука түрінде доказывает. Адамдарға зерттеу жасайды, эксперимент жасайды, соның соңында бір конечный результат келеді. Адам кез келген успехқа жете алатын туралы. Құрметті балалар, Тосын сыйдың шарттарын ашатын кез келді. Дәл қазір Жігер мырза бүкіл сұрақтардан өзіне ұнайтын сұрақ таңдаңыз. Яғни осы сұрақтың авторына өзіңіздің атынан сыйлық табыстауға беруіңізді өтінеміз. Егер қазіргі Жігер бұрынғы Жігерге қандай совет айтар еді? Қандай нәрсені не допускай деген мен өзім үшін өте әсерлі болды. Даже әлі ойланып отырмын да. Мен қазір даже будущемға уже ойланамын ғой. Қайттан будущем ашып жібермеу үшін қазір ойланамын да, өте бір философиясы орынды сұрақ болған үшін маған қатты ұнады. Айбар, сол үшін сізге сыйлық ұсынсам бола ма? Жігер мырза, сізге қызықты да мазмұнды және шынайы әңгімеңіз үшін алғыс айтқым келеді. Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы облыстық Абай атындағы балалар кітапханасы атынан өзіңізге естелік сыйлық табыстағым келеді. Бұл табыстылық пен танымалдықтың символы ретінде жетістік формуласы мүсіншесі және осындай кітаптар ұлы ақын Абай атамыздың қара сөздері мен қазақ жылқысының тарихы. Рахмет сізге. Әлемде болып жатқан оқиғаларға COVID-19-ға байланысты ғылымда биология, химия және медицина саласындағы мамандар ең көп сұранысқа ие болуда. Балалар, бүгінгі жаста болса, ең үздік жас химия пәнінің мұғалімімен кездесу
Сіздерді осы таңғажайып және келешегі зор мамандықты таңдауға жетелейді деп сенеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.